Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 122 сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сын есім деп аталады. Бүгінгі сабақта дара және күрделі сын есімдерді ажыратуды, сонымен қатар мәтін бөліктерін де ажыратуды үйренеміз. 5-ші жаттығуда мәтін берілген мәтінді түсініп оқимыз. Адам табиғаттан көп нәрсе үйренді. Табиғатты ұзақ уақыт бақылау арқылы ұшу аппараттарын ойлап тапты. Мәселен, құстың ерекшелігіне назар аударып, оны ұшақ жасауға пайдаланды. Балықтарды зерттеп, сүңгуір қайық жасады. Инелікке қарап, тікұшақ құрастырды. Енді оқушылар осы оқыған мәтін бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Мәтін не туралы дейді? Мәтін ұшу құралдарының қалай пайда болуы туралы айтылған. Келесі сұрақ: мәтін неше бөліктен тұрады? Мәтін 3 бөліктен тұрады. Ол мәтіннің басы, мәтіннің ортасы және мәтіннің соңы деп аталады. Мәтін түрін анықта дейді. Мәтін түрі сипаттау мәтініне жатады. Келесі тапсырма 6-шы жаттығуда ойлан тап дейді. Адамдар мына көліктердің қайсысын қай жануарға қарап ойлап шығарды дейді. Бірінші ұшақ берілген, екінші экскаватор, үшінші суретте қайық, төртінші суретте тікұшақ, ал 5-ші суретте дирижабль берілген. Осы көліктердің түрін, яғни жанында жануарлар берілген, қай жануарға қарап, қай көлікті құрастырғанын, ойлап шығарғанын анықтауымыз қажет. Бірінші суретте ұшақтың суреті берілген. Ұшақты құс жануарына қарап ойлап шығарды. Келесі екінші суретте экскаватордың суреті берілген. Экскаваторды жер кеміргіш жануарына ұқсатып шығарды деп ойлаймын. Себебі жер кеміргіш жерді қазу арқылы өзінің ілін табады. Ал экскаваторда дәл жер кеміргіш сияқты жерді қазады. Келесі үшінші суретте қайықтың суреті берілген. Қайық суда жүзеді, оны аққуға қарап ойлап шығарды. Себебі аққу судың бетінде емін-еркін жүзеді. Қайықты да аққу құсына қарап ойлап шығарды. Келесі төртінші суретте тікұшақтың суреті берілген. Тікұшақты инелікке қарап шығарды. Себебі инелік тікұшақ сияқты ұшады. Соған қарап тікұшақты ойлап шығарды. Келесі 5-ші суретте дирижабльдің суреті берілген. Дирижабль балық жануарына қарап шығарды деп ойлаймыз. Себебі дирижабль судың ішіне сүңгіп, сол арқылы балықтар сияқты емін-еркін судың ішінде жүзе алады. Сондықтан да дирижабльді адамдар балыққа қарап ойлап шығарды. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 7-ші жаттығуда өлең берілген, өлеңді көшіріп жазамыз. Ақ орамал жамылған асқар шыңға өрледік, асқақтата салдық ән, айдын көлде тербеліп. Енді оқушылар осы өлеңді дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазып аламыз. Содан кейін сын есімдердің астын сызамыз. Олардың дара немесе күрделі екенін айтамыз. Сын есімдерге ақ, қандай орамал? Ақ орамал. Келесі асқар деген сөз жатады. Қандай шыңға? Асқар шыңға. Одан кейін айдын деген сөз жатады. Қандай көлде? Айдын көлде. Яғни осы ақ, асқар, айдын деген сөздердің астын сызып шығамыз. Бұл сын есімдердің барлығы да дара сын есімге жатады. Себебі бір ғана сөзден құралып тұр. Ақ деген бір ғана сөзден, асқар деген бір ғана сөзден және айдын деген бір ғана сөзден құралған. Келесі тапсырма: қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Өлеңде қарамен жазылған сөздер шыңға және көлде деген сөздер. Шыңға деген сөздің түбірі шыңға, қосымшаны білдіреді. Ал көлде деген сөзде түбірі көлде, қосымшаны білдіреді. Келесі 8-ші жаттығуда да өлең берілген, өлеңді жатқа жазамыз. Ала таңнан тұрып ап, құба жонға барамын, ақбоз атқа мініп ап, жұлдыздайын ағамын. Осы өлеңді жаттап алып, дәптерімізге әдемілеп жазып шығамыз және содан кейін күрделі сын есімнің астын сызамыз. Өлеңде күрделі сын есімге ақбоз деген сөз жатады. Себебі қандай атқа? Ақбоз атқа. Бұл күрделі сын есім болуының себебі екі сөзден құралып тұр. Сондықтан күрделі сын есімге жатады және соның астын сызып қоямыз. Енді оқушылар өлеңдегі ақбоз ат ұшу аппаратына жатама дейді. Ақбоз ат ұшу аппаратына жатпайды. Себебі бұл ойдан құрастырылған өлең болғандықтан атты ұшу аппаратына өтірік өлеңде теңестіріп тұр. Сондықтан да ол ұшу аппаратына жатпайды. Ал енді оқушылар, осымен берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.